Қайырлы күн достар, біз бүгін бауырдан өте дәмді, пайдалы торт жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жасап кетіңіздер, және осы рецептпен бауыр торт жасап көріңіздер. Ең алдымен бауырымызды әдемілеп жуып, майдалап турап, ет тартқыштан барлығын әдемілеп өткізіп алатын боламыз. Барлығын өткізіп болғаннан кейін дәміне қарай тұзын саламыз, бұрышын саламыз. Сөйтіп жақсылап араластыратын боламыз. Қанша мөлшерде керектігін барлығын описаниеға жазып қалдырам. Сол жерден көрсеңіздер болады. 2 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Және үстіне 1 стакан сүт құямыз. Біркелкі етіп араластырамыз. Біркелкі етіп араластыру үшін миксерді пайдалансаңыздар болады. Миксердің көмегімен мен осылай араластырып алдым. Және үстіне 3 жұмыртқа салып, електен өткізілген ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, білене пісіретін табақ, қызып тұрған табаға әдемілі етіп, білене ұқсатып, барлық бауырларымызды пісіріп аламыз. Сарғайтып, екі бетін аударып, әдемі етіп, осындай блинчиктер пайда болады. Барлығын пісіріп болғаннан кейін торт қылып жинақтайтын боламыз. Арасына майонезін жағып, бірін үстіне бірін қойып, әдемі торт жасаймыз. Қонақ келгенде қоюға, болмаса күнделікті жеуге де өте пайдалы тағамдардың бірі. Ас қорытуға, иммунитет көтеруге барлығына жақсы көмектеседі. Өте дәмді, өте пайдалы. Дәл осылай жасап көріңіздер. Арасына майонез жағып, майонезге чеснок, укроп қосып жерсеңіздер болады, дәмін келтіру үшін. Барлық торттарды осылай әдемі етіп, бірінің үстіне бірін қойып, жинақтайтын боламыз. Барлығына әдемі етіп, біркелкі етіп, майонездерін жағып шығамыз. Осылай рет-ретімен әдемілеп жасаңыздар. Жасап болғаннан кейін бетіне әркім қалауынша сәндеуге болады. Мен жұмыртқаны қайнатып, жұмыртқаның ақ уызын, сары уызын салып, осылай әдемі етіп сәндедім. Сіздер де өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Майдалап, үккіштен өткізіп, жұмыртқаны осылай етіп салдым, және бетіне қияр мен қызанақты турап сәнді болу үшін осылай жасап көрдім. Өте дәмді болып шықты. Дәл осылай жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.